Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен кереметтей етіп саңырауқұлақ бутербродын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі осылай дөңгелек етіп туралған ұзын нанымызды дөңгелектеп турап аламыз. Шпротымыз керек, укропымыз керек, майонезіміз керек болады осындай. И бір помидорымыз қажет болады. Біз енді ең алдымен мен укропымызды, яғни аскөбімізді турап алатын боламын. Сақтап, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнап жатса маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Міне, помидорымызды осылай ортасынан бөліп турап аламыз. Турап алған помидорымызды осылай турап шығатын боламыз. Өте тәтті, өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Мінекей мен нанымды алдым, осылай дөңгелекше етіп туралған нанымды. Оны табағымызға салдым да, табағымызға кішкене майонезімізді бетіне жағып, өте көп жақпай қасығымызбен жағып шығамыз. Мінекей, ендігі кезекте мен сіздерге мына жерде ұзынша етіп туралған нанымыз бар. Соны көрсететін боламын. Мінекей, ұзынша етіп дайындап қойдым міне нандарымды. Мінекей, нанымды дайындап қойдым. Мен ұзынша етіп, сопақша етіп нан дайын сатып алған, соны турап қойдым. Сіздер оның орнына қара нан қойсаңыздар да болады. Ол да әдемі етіп үйлесіп шығатын болады. Қара нан, диетический қара нандар қойсаңыз болады. Мінекей, осы нанымыздың басына турап алған помидорымызды қойдым. Енді біз шпротымыздан бір штугын алып, осылай ұзыншақ етіп қоятын боламыз қазір. Мінекей, нанымыз кішкене кішірек болғапты, шпротымыз үлкен болғапты. Кішкене кесіп жерсеңіздер де болады. Енді аяқ жағына укропымызды сеуіп, шөп тәріздес етіп дайындайтын боламыз. Міне мен пышақпен кішкене ұшын кесіп жібердім шпротымыздың. Дастарханға қойған кезде әдемі болып тұру үшін. Бір шетінен көрікті әдемі болып сән береді. Бір шетінен жеген кезде өте дәмді бутерброд болып шығады. Міне біз майонезімізді үстіп, әр жерінен помидорымыздың сеуіп тамызып шығатын боламыз майонезімізді. Менікі ұзыншақ болып кетті. Негізі бір тал тамызып қою керек болған, бірақ видео осылай түсіп қалды. Мінекей, осылай барлық нанымызды бір табаққа нетіп, ертеңгісін отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Түс мезгілінде де келген қонақтарыңызға да дастарханның көркін сәнін кіргізеді, әрі дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.